Саламатсыздарбы, 8-нчи сынып окуучулары. Геометрия пәнинен 90-дык жыйынтык багалоо 2 нуска тапшырмаларын талдайбыз. Сурак баса алмай туруп, лайк басып, тиркелип кетиңиздер. Биринчи эсептен бастайык. Биринчи эсепте боялган фигура аудан табуу үчүн формуласын жасайык. Табандардын жарымын көбүйтүүсүнө биктигин көбүйтөбүз. Эndi кара, кичи табаны бизде 4, 1, 2, 3, 4. Ал кичи табан, үлкен табаны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 экен. Биктиги 1, 2, 3, 4, 5. Endi ордуна койсак, 4ке 9'ду косамыз, бөлөбүз 2, көбүйтөбүз 5ке. Сонда 13 бөлүнгөн 2, көбүйтүү 5. 13'ті 2'ге көбүйтсек 65, бөлөбүз 2, 32,5 сантиметр квадрат чыгат. Экинчи эсепте тик төрт бурчтар издес өлчөмдөрү. Ой, бул кыйсык кетти. Тик төрт бурч салыңыз сиз адеми этип, 250 және 200. Аудан табайык. 25ке 2-ни көбүйтсек 50 және 3 нөлдү тиркейбиз. Endi 25 сантиметр квадрат пішіндес тақтайшалармен жабу қажет дейді. Қанша тақтайша керек? 25-ті 25-ке көбейтеміз. 625 болады. 50.000-ды 625-ке бөлеміз. Сонда 80 тақтайша шығады естен. Осы бөлменің қабырғасы 30 сантиметр квадрат пішіндес тақтайшалармен жаба аламыз ба? Осы сұраққа жауап береміз, жабуға бола ма? Осы 900'ді, міне 30 дегенді 2 рет көбейтеміз, 900 шықты. 625-ке бөлген сияқты 50.000-ды 900-ге бөлеміз. Сонда бізде 55 бүтін 10-нан периодында 5 шығады. Яғни бізде бүтін сан емес, бөлшек шықпады, сондықтан біз жаба алмаймыз. Келесі үшінші сұрақ. Абсыды параллелограммы дейді. Ады деген қабырғадан Е нүктесін белгілейміз. Бізде БЕД 90 дейді. БЕД 90, мына жер 90 тік. ЕБД 45 дейді, ол мына жер. Енді АЕ 4-ке тең, Еді 9-ға тең. Бізден аудан тұрады. Аудан табу үшін табанына биіктігін көбейтеміз. Табаны АД, көбейтеміз БЕ. АД-ны тауып қоя салайық. 4-ке 9'ды қосамыз. 13 болады. Енді бізде биіктік жоқ, БЕ жоқ. Енді қара, 45 градус деп берді мына жерді. 92 белгілі. Енді онда мына бұрышта 45 болады. Себебі 45-ке 45 қоссақ 90, 90 қоссақ 180. Үш бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 болу керек. Енді қара, табандағы бұрыштар тең болып тұр ғой, сонда бүйір қабырғалары тең болады. Яғни тең бүйірлі бұрыш шығады. Сонда Еді мен БЕ тең. Сонда ол 9 сантиметр болады. Енді орнына қойсақ, ады деген 13, БЕ 9, көбейтсек 117 сантиметр квадрат болады. Жауабы 117 сантиметр квадрат.
Төртінші есепте а басы үшбұрышының ауданы 36 дейді. Осы 36 емес, негізі 9 деп алсақ қана бізде есеп дұрыс шығады. А басы үшбұрышын саламыз. АБ бізде 4 дейді. Асы 9 сантиметр. Мұнда БА-сы бұрышын сұрайды. БА-сы бұрышын альфа келеді. Енді аудан формуласын жасайық. 2-ден 1 АВ минус альфа. С-тің орнына біз 9-ды қояйық. 2-ден 1 А дегеніміз 4, Б дегеніміз 9 минус альфа. 9 пен 9-ды бірден мұнда қысқартып жіберуге болады, немесе өз кезегімен қысқартайық. 4 пен 2-ні қысқартық, синус альфа жасайық. Қара, 2 мен 9 синусқа көбейтіліп тұр ғой, онда ол синусқа қарама-қарсы жату керек. 9-ды алымына жазамыз. 9 пен 9-ды қысқартамыз, сонда 2-ден 1 қалады. Енді қара, альфа тең 2-ден қай кезде 2-ден 1-ге тең болады? 30 градуста. Синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Сонда БА-сы бұрышы 30 градус болады. Бесінші есепте теңберлі трапеция берілген. А, Б, С. Б-сы мен С-ды теңберлі деп айтайық. Диагоналы бүйір қабырғасы перпендикуляр. Асы диагоналын жүргізейік. Асы диагоналы. Перпендикуляр деген сөз тік деген сөз. Үлкен табан 4 төбірасты 3. Трапецияның бір сүйір бұрышы 60 градус деген, ол мына бір жер. Енді қара. Мұнда 90, 90-ға 60-ты қосамызда 86-тан соны мұнда бұрыш САД бұрышы 30 градус шығады. Енді қара, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген ереже бар. С-ді 30 градусқа қарсы жатқан катет С-ді ғой, сонда ол гипотенуза бізде 4 градус ол А-дыға тең. 2-ден 1 көбейту А-ды, 2-ден 1 көбейту 4 төбірасты 3. 4 пен 2 қысқарады, 2 төбірасты 3. Яғни С-да 2 төбірасты 3. Онда АБ-да 2 төбірасты 3. Енді ары қарай біз биіктік түсіреміз. Бізге биіктікпен Б-сы қажет, кішкене қабырғасы, сол үшін береді. Енді мына жерде белгілейік, БК және М болсын. Енді СМ деген тік қой, тік болып тұр биіктік. Сонда мұнда 90, 90-69-сына 186-тан тағы да 30 шығады. Тағы да 30 градусқа қарсы жатқан катет деген ережесін қолдансақ, М-ді төбірасы 3-ке тең болады. М-ді 30 градусқа қарсы жатқан катет болған үшін 2 төбірасы 3-тің жартысына тең, сонда төбірасы 3. Енді қара, АК мен М-ді тең, АК мен М-ді тең, Б-сы мен СМ тең. Сонда бізде 2АК десек, немесе 2М-ді десек, онда ол бізде 2 төбірасы 3 болады. Мына жерде төбірасы 3-ке төбірасы 3-ті қосамыз. Қосамыз да КМ-нің орнына В-сы жазайын. Тең 4 төбірасы 3. Осыдан В-сы дегеніміз 2 төбірасы 3. Яғни АБ-сы үшбұрышы тең бүйірлі екенін көрінеді. Біз кіші табанын таптық, бізге биіктік керек.